Сәлем достар. Бүгін сендерге керемет мүмкіндік берем. Өздеріңді шіріген бай сияқты сезініп көріңдер. Кеттік. $1 миллион болғаның жақсы ма, 1000 жылқы ма? Сен таңдауың. Үйіңде жеке ойын бөлмесі немесе үй кинотеатры. Саған қайсысы? Саған ең қымбат бургер немесе ең қымбат пицца ұсынады. Қайсысын жейсің? Мынау не деген өмір? Өмір бойы бизнес класста ұшу немесе шофері бар Rolls-Royce көлігі. Ал тартыс қызуда Toyota Camry 80 немесе Kia K9. Мынау не дейді? Мессимен дос боламыз ба, Рональдомен ба? Таңда, Дубайдағы 7 жұлдызды қонақ үйде тұрасың ба, Мальдивте жеке виллада ма? Мәссаған, мынау қалай? Қымбат көліктер коллекциясы немесе Дубайда зәулім үй. Туған күнге не алып берейін? PlayStation 5 Pro немесе iPhone 16. Мынау не деген өмір? Өмір бойы бизнес класста ұшамыз ба? Немесе шофері бар Rolls-Royce көлігіне? Ойбай, мына жерде қайсысын таңдайсың? Бұлайша, дизайнерлік киімдер немесе бриллиант әшекейлер. Жазда демалып қайтпадық па? Дубайға барамыз ба, Түркияға ма? Сеніңше, жеке аспазың болған жақсы ма, немесе жеке массажист па? Мынаған не дейсің? Қайрат Нұртасты тойыңа шақырамыз ба, немесе BTS-дің концертіне барып қайтамыз ба? Қазақстанға оралайық. Астанада немесе Алматыда? Қай жерден вилла керек? Сен таңдауың. Джет немесе яхта? Бұлардың атын да білмеймін ғой. Көлік немесе үй, қайсысы? Мынау енді түсінікті. Феррари немесе Lamborghini? Қай брендке қызғасың? Prada немесе Louis Vuitton? Олар ұнамаса, Chanel немесе Gucci? Мынау енді басқа әңгіме. Жеке арал немесе жеке қамал? Саяхатқа барамыз. Альпі тауларына ма, Антарктидаға ма? Қайсысы? Немесе Париждегі Ritz қонақ үйі, болмаса Дубайдағы Бурдж Аль Араб қонақ үйі? Мейлі, қайттан машинаға кеттік. Bugatti немесе Rolls-Royce? Бұлайше, Tesla немесе Lamborghini? Қаланың бәрі көрінетін пентхауста тұрамыз ба, немесе қаладан алыс жеке коттеджде ма? Мына екеуін саған шақырып берем. Қайсысы керек? Илон Маск немесе Мистер Бист? Сосын демалысқа барып қайтсаң болады. Балиге немесе Дубайға? Одан кейін Мальдив аралдары немесе Парижге? Қайсысымен ойнайсың? PlayStation немесе Xbox? Роботқа қай программаны жазып берейін? Үй тазалаушы немесе аспаз? Ерекше саяхат. Ғарышқа немесе су астына? Сен таңдауың. Қазақстан жолдарына осындай биік машиналар керек қой. BMW X7, Mercedes-Benz G63. Біреу саған сыйлыққа ең қымбат кроссовки немесе бриллиант сақина таңда десе? Болмаса, Ferrari немесе ретро көлік? Қайсысы? Саған қайсысы жақын? Бренд аяқ киімдер коллекциясы немесе сағаттар коллекциясы? Жеке тікұшағың болған жақсы ма? Жеке лимузиның ба? Мына бай өмірдай. Жеке меншік арал немесе жеке меншік вилла? Тағы машина. Lexus LX 600 немесе Range Rover? Брендтен қалайсың? Dior немесе Louis Vuitton? Сенің таңдауың. Жеке оққағар немесе жеке жүргізуші? Қайсысы болғың келеді?
Атақты ютубер немесе атақты актер? Қандай сағат таңдайсың? Apple Watch немесе Rolex? Қай елде тұрғың келеді? Дубайда немесе Жапонияда? Туған күнің келе жатыр. Тек біреуін ғана сұрай аласың. Қайсысы? Бай өмірдің таңдауы да оңай емес екен, достар. Назарларыңызға рахмет. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.